Намаз оқымай ораза ұстауға бола ма? Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, қазақ елі. Ұстаған оразаң қабыл болсын. Бүгін бізбен бірге Павлодар облысының бас имамы Жолдас имам қажы. Біздің кездесуімізде жиі қойылатын сұрақтарға оразаға қатысты жауап сұраймыз. Сәресіге тұрмай қалса ораза қабыл бола ма? Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи бір хадисте айтады, сәресіне тұрыңдар, өйткені сәресінде береке бар дейді. Сондықтан да адам баласы мүмкіндігінше қарай таңертең сәресіне тұрып, тамақ жемесе де алайда ниеттеп бір сумен сәресіне тұрған абзал болады, жақсы болады. Алайда ұйықтап қалған жағдайында ол күнә болып саналмайды, және оның оразасы дұрыс болып бекітіледі. Тіс тазалау, тіс пастасыны қолдануға оразаны бұза ма? Тісті тазарту мисуак деп аталады біздің дінімізде. Оны қолдануға шариғат рұқсат береді Рамазанның кезінде күндіз. Алайда енді пастаға келетін болсақ, тіс пастасымен тазартуға макрух болып саналады. Яғни адам баласы бұл жерде өте сақ болу керек. Пастамен күндіз қолданған кезде тамағына дәмі кетіп қалмау керек та. Ал жалпы енді ең жақсы нәрсесі бұл әрине сәресінен бұрын және ауызашардан кейін пастамен қолданған дұрыстау болады деп санаймыз. Жолда жүрген адамға ораза ұстау міндетті ме? Жалпы енді Алла Тағала Құран кәрімде айтады, сырқаттанған адам және жолаушы адам Рамазан айында жолға шыққан кезде ол кісіге рұқсат беріледі ораза ұстамаудыққа. Алайда егер адам баласы жолға шыққан кезде ниет ететін болса, жоқ мен ұстауға мүмкіндігім бар, сабыр етем деп ұстайтын болса рұқсат беріледі. Сонымен қатар, егер жоқ мен Алланың жеңілдігін пайдаланам, Алла маған жеңілдік беріп тұр, сондықтан да оразаны Рамазанда күндіз жолда ашып жіберіп, одан кейін бір күнге бір күн ұстап берем дейтін болса, ол да дұрыс болады. Адамның өзінің таңдауында болады. Күндіз ұйықтау беруге бола ма? Жалпы енді Рамазан айы бұл құлшылық айы болғандықтан адам өзінің нәпсін реттеу керек, нәпсімен күресу керек. Енді ораза екенмін деп күні бойы ұйықтап жүру ол дұрыс болмайды. Сондықтан да енді кішкене демалып алуға болады, бірақ ары қарай ол не болу керек, өзінің жұмысын, құлшылығын жасаса абзал болады. Теледидар, телефон қарауға оразаға әсер ете ме? Жалпы енді бұл құлшылық айы болғандықтан адам баласы теледидар, телефон көрем дейтін болса рұқсат беріледі. Алайда сол жерде біз бір нәрсені білуіміз керек, пайдалы контентке қарау керек, пайдалы, өнегелі бір кітап болатын болса, енді әсіресе біз енді шақыратынымыз, үндейтініміз бұл ай Құран айы болғандықтан Құранды тыңдау керек, оны оқу керек, сол тыңдаған нәрсесін ойлану керек те, терең ойда болу керек. Сондықтан да дұрыстап оны былай айтқанда телефонда, ұялы телефон, теледидарды дұрыс бағытында қолданатын болса рұқсат беріледі. Қан кетсе мұрнан жарадан